Кез келген отбасы үкіметтен 464 мың теңгеден ала алады. Аталған қаржыға қалай қол жеткізуге болады? Ол үшін не істеу керек? Оның қандай жолдары бар? Тақырып қызық болса, видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп өтіңіздер. Енді елімізде ипотека алғандар аз салық төлейтін болады. 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы кодексіне бұрын жасалынған түзетулер қолданысқа енгізіліп отыр. Өзгерістер ипотекалық тұрғын үй несиелер үшін есептелетін сыйақыларға қатысты шегерім қолдануды қарастырады. Енді олар екінші деңгейлі барлық банктерге таралатын болады. 2024 жылдың соңына дейін тек отбасы банктен займ алған клиенттер ғана оның сыйақыларын салықтардан шегерттіре алатын. Бұрын солай болып келді, енді жағдай өзгерді және бұл тетіктің игілігін көрушілер қатары күрт артты. 2025 жылдың 1 қаңтарынан кейін елімізде тіркелген кез келген банкте ипотекалық кредит рәсімдеген Қазақстанның кез келген тұрғыны сол үшін салықтық шегерім ала алады. Яғни ипотекасы отбасылық бюджетінен шектен тыс ауыртпалық түсірмеуі үшін мемлекеттік бюджетке төлейтін салығын кемітуге мүмкіндігі бар. Салық кодексінің сыйақылар бойынша салықтық шегерім аталатын 351 бабында қарастырылғанын нақтылады. Ол салық төлеушілердің мүмкіндіктерін елеулі түрде кеңейтті. Бұл жеңілдікті тек елімізде уақытша тұратын шетелдіктер, резидент еместер ғана қолдана алмайды. Қазақстан Республикасының резидент жеке тұлғасы сыйақылар бойынша салықтық шегерімді банктерден және қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органдарының лицензиясы негізінде банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алған ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша сыйақыны төлеуге арналған шығыстар бойынша қолданады делінген биыл жаңарған 351 бапта. Салықтық заңнамаға енгізілген өзгерістерге сәйкес банкте немесе банк операцияларын жүргізуге лицензиясы бар қаржылық ұйымда ипотека алған азамат жаңа тетік арқылы мемлекетке салық ретінде төлейтін қаражатынан биыл 463.976 теңге, яғни 464 мың теңге үнемдей алады. Өйткені сыйақылар бойынша салықтық шегерім күнтізбелік жылға айқындалған 118 айлық есептік көрсеткіштен аспайтын мөлшерде қолданылады. 2025 жылы бір айлық есептік көрсеткіш 3932 теңгеге тең. Жұмыс берушіңіз жалақыдан, басқа да табыстан ұстайтын салықтарға аталған шегерімді қолдана бастау үшін сіз кадрлық қызметке немесе бухгалтерияға салықтық шегерімге өтінішті және ипотека алғаныңызды растайтын құжаттарды ұсынуға тиіссіз. Онсыз аз салық төлей алмайсыз. Ипотекалық займ сыйақылары бойынша салықтық шегерімді қолдану үшін мыналар растайтын құжат болып табылады. Банк пен немесе лицензия негізінде банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдармен арадағы ипотекалық тұрғын үй қарызы, шарты, сыйақы сомасы, бөліп көрсетілген ипотекалық тұрғын үй қарызын өтеу кестесі осындай қарыз бойынша сыйақының өтелгенін растайтын құжат. Салықтық шегерімдер ай сайын ұсталатын жеке табыс салығын кемітуге мүмкіндік береді. Оны азайту үшін ұйым есепшісі жұмыскердің ипотекасына төлеген проценттерін табысынан шығарып тастайды. Шегерім тек банктың сыйақысына және тек пайыздар төленген жолы үшін ғана қолданылады. Мысалы, егер 2024 жылдарға арналған сыйақылар бойынша соңғы төлем 2025 жылдың қаңтар айында төленсе, онда шегерімді тек 2025 жыл үшін ғана рәсімдеу мүмкін болады. Мұны да ескерген жөн. Бұл қалай жұмыс істейді? Ипотека бойынша әрбір төлем екі бөліктен тұрады. Біріншісі негізгі қарыз. Ол сіздің алған кредитіңіздің сомасы. Екіншісі банктың сыйақысы, яғни оның қаражатын пайдаланғаныңыз үшін төлейтін пайыздар.
Дәл осы екіншісі банктің сыйақысы бойынша шегерім алуға болады. Мысалыға, егер ипотека бойынша төлейтініңіз 350 мың теңгені құраса, онда оның ішінде 150 мың теңгесі сыйақы, ал 200 мың теңгесі негізгі қарыз. Салықтық шегерім тек сыйақы сомасына қарай есептелетін болады. Егер ипотекаңыз бойынша банкқа төлейтін сыйақыңыз жылына 463 мың 976 теңгеден аспаса, онда осы бүкіл сома үшін шегерім аласыз. Одан көп болса, онда шегерім аталған сомамен ғана шектелетін болады. Қалғанын өзіңіз өтейсіз. Бухгалтер Әдина Сәлімгерей қызы шегерімге қатысты қызықты жайтты айтып берді. Біздің мекеменің жұмысшыларының бірі мүгедектігі бар баланың әкесі тиісінше оған қатысты табысынан ұсталатын міндетті зейнетақы жарналары медсақтандыру жарнасы мен аударымы бойынша шегерімдер стандартты шегерімдер қолданылады. Бұдан бөлек, сәуір айына жұмысшы отбасы банкінде ипотека рәсімдеп, енді тұрғын үйге ипотекалық зайымның сыйақысы бойынша шегерімді де қолдануға қосымша өтініш жазды. Барлық қажетті растайтын құжаттарын ұсынды. Бір ғажабы, барлық шегерімдерді алып тастағанда жұмыскердің салық салынатын табысы минусқа кетті. Яғни мемлекетке бір тиын салық төлемейді. Бұған қоса салықтан босатылуға тиіс қосымша табыс квотасы қалды. Жұмыскердің салық салынатын табыс көлемі теріс болып шыққандықтан, ұйым бухгалтериясы шегерімнің асып түскен сомасын келесі айларға ауыстырып отырған. Бұның өте тиімділік тұстары көп. Жалпы салық кодексінің 346 бабына сәйкес, мүгедектігі бар баланың ата-анасының біреуі бір жыл ішінде 882 айлық есептік көрсеткіш, ол 2025 жылы 3 миллион 468 мың 24 теңгеге дейін стандартты салықтық шегерімді қолдана алады. Мына жағдайда оған ипотекалық тұрғын үй зайымы бойынша шегерім қосылған. Мемлекеттік кірістер комитетінің түсіндіруінше, егер салықтық шегерімдердің сомасы салық салынатын табыстан асып түссе, шегерімнің артық сома, мысалы қаңтар айынан ақпан маусым айларына көшірілетін болады. Егер осы аралықта жұмысшының табысы артса, жалақысы өссе, онда шегерімнің асып түскен сомасымен соны қамтуға болады. Асқан шегерім сомасын мемлекет бюджеттен ақша түрінде төлемейді. Осыған қарабақ аталған жобаның тиімді тұстары өте көп екенін білуге болады. Салық төлемеу арқылы қалтаңызда біраз қаражаттың сақталып қалуына өзіңіздің де септігіңіз тиеді.